Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Үйдің ішіне ремонт жасатам десеңіздер, универсал бригада келді. Барлығын өздері істейді екен. Мына жерден кірген. 2 күнде тоғын тартып, тоқтар жүргізеді. Онан кейін липкасын тартады. Автомат тұратына кіре берісте. Жоғарда потолокқа жүргізген гофрамен, шлангыменен армированный. Ойып, сылақтың астында қалдырып, липкас тартады екен. Сосын обойын жабыстырады екен. Откостарын шығарып, полный. Үйді осылай черновой бересің. Чистовой қабылдап аласың. Кафельде жабыстырады екен. Кіреберістер кафель болады. Ванна бөлме. Кухняның фартук кафелі. Жабыстырып қойған уже. Онан кейін бір әр бригаданы шақырып, әрқайсына бөлек-бөлек келіскеннен осы 3 жігіт мынадай ойындары бар. Электронный полный сызықты көрсететін жақсы түзелген шығарып беретін. Кабельдерді жүргізіп ротпен тартып сапты. Мыналарды гипспен қатырып тастаған. Қатып тұр екен. Иск қояды екен. Потолок бұл үйде не болады? Жаңағыдай. Натяжной потолок болады. Соған дейінгі жұмыстарды істейді екен. Потолок істетсең, гипсокарданнан потолокты істеп береді екен. Пайдалы болып жатса, үй ремонттатам деп жатсаңыздар, әр бригада бір шығындалмай, осы 3 жігіт шақырсаңыздар болады. Жиегіне гипсокарданмен істеп шықты. Гипспен қатырып. Мен өзім. Мына жерге 20 радиатор түсті отоплениясын жүргізіп жатыр едім. Мына жерге телевизордың розеткілері келеді. Кабелі бәрі мынау. ВР деп жазып кетесіз, бүйтіп осылай. Сол жерге керегенше тоқтатып береді екен. Мына кухняға тартып кеткен кабель, мына шкаптың іштерінде 2 розетка болады. Сосын мына жерде жаңағы микроволновка, пешки қосам десеңіздер, блендер тағы басқа. Бұл жерге су тартылады, канализация, кухняның мойкасы түседі. Мына жақта котельный. Сонау отоплениеге труба алған кезде, мұнда бір айта кетейін, мынадай жиегінде стекловалық мынау деген стекло, ыстық сутікі. Осы дұрыс болады. Мұздай су тартатын болсаңыздар да мынадай стекловатын алуға дұрыс болады. Өйткені мұздай судың трубасының ішінде стекло болмайды, мынадай пайкасы слабый болады. Кейінгі уақытта жіберіп қою мүмкін. Тағы да жаңағы осы үйдің штукатуркасын осы шеттер жүргізіпті. Штукатурканың түзелігін қарайық, мінекей. Түзелігін көрсеңіздер болады. Қабырға қалай түзеледі? Жоғары, төмен, бір точкадан атсаңыздар түзелігі көрінеді. Қисығы да көрінеді, түзелігі де көрінеді. Мына жерден қарайсыздар да үйді тексерем десеңіздер. Жоғары қарай, төмен қарай, бір точкадан қарайсыздар. Адам бойында тұрған. Мында бүйтіп қарайсыздар. Үйді бір штукатурка черновой өргеннен кейін бір бригадаға берген дұрыс болады. Штукатурканы да өзі түзелеп істейді. Липкас тартатын өзі болғаннан кейін. Адам аяқтар қойып шыққан әр жерге. Примерно 1/20-дан сөйтіп штукатуркасын жүргізіп шыққан полный. Олар кесіп, шағыда гипсокардан қойып, откос шығарып жатыр қазір. Жұмыс алдағы уақытта чистовой жұмыстарынан да не салатын болам. Жұмыстарының нәтижесін. Неге бүйтіп бір точкадан бүйтіп бұрышты, төменді, жоғарыны атсаңыздар түзелу көрінеді телефонда.
дұрыс көрінбейді, көзге жақсы көрінеді негізі. Тексеру жұмыстары. Шипырында осы жігіттер шипырлапты дейдің. Мына жерге бір не түседі, радиатор түседі. Мына жерге сүзгі кептіретін түседі. Астына ойып дайындап қойдым, мына отопление трубалар шығады. Есікті де осы жігіттер қойып кеткен болу керек, осы сыртқы есігін. Ішкі есіктерді де полный өздері қояды екен. Уровень миксері, бүкіл инструменттері бар, керекті. Тек материал алып бересіздер. 90 градус, 45 градус қиятын размерлері ғой. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қай жер дұрыс емес. Қалай істеу керек қосымша. Білмейтін кісілерге ақпарат жазып қойыңыздар. Жаңадан үй салып жатқан кісілер көп. Стройкадан хабары жоқ. Сол кісілерге лайфхак болсын. Білгендеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Білетін кісілер. Білмейтін кісілер. Стройка советі лайфхак каналында барлығы бар. Фундамент черновой, кірпіш өру. Алдағы уақытта тағы өткенде сылайтын жігіттердің жұмысын салшы деп еді бір комментарияда. Соған салып жатырмын. Сылағын жақсылап сылаған. Оларға маяк деген темір.